Қазақ халқының салт дәстүрлері бұл ата-бабамыздан қалған асыл мұра, ұлттық тәрбиенің қайнар көзі. Олардың әрқайсысының терең мағынасы мен өзіндік орны бар. Төменде қазақтың ең маңызды 10 салт дәстүрі туралы ақпарат берілген. 1. Шілдехана. Нәресте дүниеге келгенде жасалатын алғашқы тойы. Бұл дәстүр баланың өмірге келуін қуанышпен қарсы алу, оның дені сау, ғұмырлы болуын тілеу мақсатында өткізіледі. 2. Сүйінші. Қуанышты хабар жеткізушінің сұрайтын сыйы. Сүйінші деп келген адамға қазақ халқы ешқашан қолын бос қайтармаған, бұл жақсылыққа ортақтасудың белгісі. 3. Тұсаукесу. Бала қаз-қаз тұрып, алғашқы қадамдарын жасай бастағанда жасалатын жоралғы. Баланың болашағы ашық болсын, нықпасып кетсін деген ниетпен тұсауын ала жіппен кеседі. 4. Қыз ұзату. Бойжеткеннің өзге босағаға аттану сәтіндегі салтанатты рәсім. Бұл қыздың төркінімен қоштасуы. Қыз ұзатыларда жар-жар, сыңсу айтылады. 5. Беташар. Жаңа түскен келінді таныстыру және оған отбасы мүшелерінің міндеттерін түсіндіру мақсатында айтылатын жыр. Келін жұртқа еліп сәлем береді, ал көрермендер көрімдік береді. 6. Бата беру. Қазақ мәдениетіндегі ең киелі дәстүрлердің бірі. Үлкендер жастарға, жолаушыларға немесе жақсы іс бастағандарға ақ тілегін білдіреді. Бата мен ел көгерер деген сөз осыдан шыққан. 7. Қонақжайлылық, қонақасы. Қазақ үйіне келген кез келген адамды, мейлі ол таныс болсын, бейтаныс болсын, құдайы қонақ ретінде қабылдап, ең дәмді асын ұсынады. Қонаққа ас бермеу үлкен мін саналған. 8. Сәлем салу. Жаңа түскен келіннің күйеуінің туыстарына, үлкендер келген құрметінің белгісі. Бұл ибалық пен әдептіліктің көрінісі. 9. Шашу. Қуанышты сәттерде, тойда, жақсы хабарда, құрметті қонақ келгенде әйелдердің тәттілер мен тиындарды шашуы. Шашылған дәмнен ауыз тию, жақсылық жосты болсын деген ырым. 10. Жеті ата. Қазақ халқы өз тегін жеті атасына дейін білуге тиіс. Бұл дәстүр қан тазалығын сақтауға және туыстық қарым-қатынасты нығайтуға негізделген. Маңызды, салт дәстүрлер тек мереке емес, бұл ұрпақ